Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өздеріңізге белгілі Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры 2016 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдар аралығында біздің қорымыздың жеткен жетістіктері өте көп. Аллаға шүкір, халықтан талай алғыс алдық. Осы ісіміздің нәтижесін біз осы береке үйінде тәрбиелеп жатқан балалардан да көріп жатамыз. Балаларымыз Құдайға шүкір әртүрлі жарыстарда болсын, білім саласында болсын, өздерінің алғыс хаттарын алып бізді қуантып жатады. Олар алған сайын біз әлбетте көркейіп қуанып жатамыз. 2020 жыл қазақ елімізге оңай болмады. Өздеріңізге белгілі мынау бүкіл әлем жайлаған індет бар, Түркістан облысындағы су тасқыны бар, халқымызға ауыр тиді. Осы жағдайда біз өзіміздің тарапымыздан құр отыра алмадық. Бұл індетке де, су тасқынына да, басқа да әлеуметтік қиын жағдайларға Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры барынша атсалысып келеді. Осыны ескерген президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев және де Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин ағаларымыз өздерінің алғыс хаттарын жолдап бізді қуантып жатыр. Бұдан біз не байқаймыз? Бұдан біз халқымызда бізге риза болып жатқанын байқаймыз. Сондықтан да осындай істеріміз көбейе берсін. Құдай қаласа халықпен мәңгі бірге болайық.